баланы мектепке дайындауға қатысумен қанша кетіп жатыр? Балалар өскен сайын кішкене аздау кетеді. Маған енді пока 30 мыңға ғана өтті бір балаға, канцтоварға. Киімімен басына 50 мыңнан асады ғой. Бір балаға 150 мың, киімімен егер қосқанда канцтовармен 200 мыңдай кетеді. Бір балаға бір 80-90-дай кетеді. Киім, спортивка, сумка, тетрадь, канцтоварын бәрін қосқанда. Ну, почти грубо айтқанда 100 мың кетеді ғой бір балаға. 150-100 мыңдай кетеді ғой. Біз нулевойға барайық деп жатырмыз. 18 мың, почти 19 мың кетті ғой, 950. Только канцтовар. 100 мыңнан асатын шығар. Потому что киімі бар еще. 80-90 мың кететін шығар. Бір жейде, бір юбка, сосын сумкасы бар, аяқ киімі бар. Сосын дәптер, оны бірақ жетпейді қалу мүмкін, білмейміз енді. 45, если экономить прям жестко. На одного ребенка. Канцелярия, одежда, ну если экономить, допустим. Допустим, прошлогодние мы вещи не будем покупать, только на канцелярию. На канцелярию 20 тысяч примерно, 20-25 тысяч.